көрдіңіздер, ішкі саясат. Руслан фамилиясын тағы да ұмытып тұрмын. Жаңа алдында видео жазып алғанбыз. Сіз орысша сөйлейсіз бе дегенде, ол айтып работа такая. Яғни, мінекей көріп отырсыздар, өздеріңіздің көздеріңізбен бізде әкімдік жинап алған адамдарды қазақ тілін, мына қоғамдық даму ақпарат басқармасы, бұрынғы ішкі саясат. Бізде қаланың ішінде қандай саясат жүргізіледі? Тек қана орыс тілін көркейту саясаты жүргізіледі. Өйткені жаңа көрдіңіздер, қандай мұнда тәуелсіздік, қандай мұнда тіл, мемлекеттік тіл, работа такая. Жаңа көрдіңіздер. Әйтеуір ашуланып, сіз орысша сөйлейсіз бе дегенге, ашуланып, мен камераны біз қостық, орысша сөйлеп бізден бастағасын. Ол кетіп қалды. Яғни ол сөйлейді, қарым-қатынастар осы басқармада тек қана Ресей Федерациясының кімде. Енді түсінікті, неліктен бізде өңірде қазақ тілі жоқ. Бізде басқарма басшылары мына қоғаммен жұмыс істейтін, қоғам ішкі саясатты реттейтін, ішкі саясатты қадағалайтын, ішкі саясатқа енді конфликт болмағандай, мына мемлекеттің заңдарын, мемлекеттің құндылықтарын осы неге тұғырына қондыруға миссиясы бар басқарма бізде қарсы болып отыр. Көрдіңіздер, қарсы болып отыр мемлекеттік тілге. Мінеке, енді мен ойлаймын, 6 жыл әкімдіктің соңынан жүрдім. Мінеке, осындай ішкі саясат басқармасының болған нәтижесінде. 2 жыл осы соңғы әкімнің соңында жүрдім. Соңғы әкім мінеке жинап алған ішкі саясат, жаңа Руслан міндетін атқарушы түрі осындай. Яғни, мен ойлап тұрмын, мұны енді қансыз бітпейтін сияқты. Не маған аштық жариялау керек, не пикетке, митингқа бізге шығу керек. Әйтеуір, осысыз болмайтын сияқты. Құрметті Аида қызым Балаева, мінеке, сіз куратор болып жатқан салада осындай бізде қазақтың ашу-ызасын тудыратын осындай басшылар жұмыс істейді. Мен сізден мына Руслан деген осындай құбыжықтарды басқаша айта алмаймын. Өйткені мемлекеттік қызметкер бола тұра, қазақ бола тұра, қазақша білмейтін, жолатпайтын қазақ тілін алып тастауыңызды өтінемін, алып тастауға ықпал жасауыңызды өтінемін.